Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен 8 наурызға осындай керемет дәмді салат дайындадым. Соның жасалу жолын көрсетемін. Оған керекті заттарым: қызылша, картоп, жұмыртқа, сәбіз, шпрот балығы. Осылардан салат дайындайтын боламын. Барлығын пісіріп, қабығын аршып дайындап алдым. Енді картоптарымызды, сарымсағымызды, жұмыртқамызды бәрін чөркеден тартып аламыз. Қызылшамызды да осылай өткіштің көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Енді сәбізімізді өткіземіз осылай өткіштен.